Амансыздар ма, қымбатты көрермендер, Денсаулық YouTube каналында кезекті сұхбат. Бүгін бізде ерекше сұхбат, екі спикер. Алдымен спикерлермен таныстырайын. Қош келдіңіздер. Болат Бейсенғалиұлы және Мереке Икрамханқызы. Мереке Икрамханқызы бізде педиатр дәрігер, ал Болат Бейсенғалиұлы біздің алдымызда тұрған Neo Goat Milk деген ешкі сүтінің осындай ерекше түрін өндіруші кәсіпкер, иә? Neo Goat Milk бұл ешкі сүтінен жасалған өнім. Кімдер ішеді, құрамында не бар, алдымен өндірушіден сұрап алайық. Сосын ешкі сүтінің денсаулыққа пайдасы, балаларға қандай ауру бар, науқас балаларға ұсынатын педиатрдан білетін боламыз. Сонымен сұхбатымызды бастайық. Бұл жақында шыққан өнім, иә? Бұл жақында шыққан, осы 3 ай болды нарыққа шыққанымызға. Бұл таза сублимациялған ешкі сүті. Қоспасы жоқ, химиялық ешқандай дәрумендер қоспаймыз. Сублимацияланған дегенді біздің көрермендер түсінбей қалуы мүмкін. Не ол? Қандай мағына Сүтті кептірген кезде екі технология бар. Ең дамып кеткен технология ол кептіру әдісі. Сүтті бірінші қайнатып, ол сиырдың сүтіне көп қолданады. Сиырдың сүтін бірінші пастеризация жасайды, бірінші қайнатып, содан 78 пастеризация дейміз ғой, ультрапастеризация дейді, 78-90 градусқа дейін қайнатады. Пастерленген сүт дегенді ішіп жүрміз, оны білеміз. Ішіп жатырмыз. Оның құрғақ сүтін жасаған кезде пастеризациядан кейін қайтадан 120 градусқа дейін сүтті қайнатады да, бумен ішіндегі сүттің құрамын ажыратады. Бұл распылительная сушка дейді, енді сол қайнатып бумен ажыратады, сумен сүттің құрамын. Сублимация деген ең қымбат әдісі құрғақ сүттің жасау. Бұны кімдер ойлап шығарған сублимациялық әдісті? Енді бұл сублимация нақты мен білмеймін кімдер шығарды. Бірақ бұл технологияға бір 50 жыл болды. Бірақ бұл неғып коммерцияға дамымайды. Біздің елде енді шығып жатыр, иә? Біздің елге енді шығып жатқан біздің бір ағамыз бар, академик ағамыз, Сейітов Зульқарнай деген. Сол кісі осы сублимацияны 1958 жылы жасаған Қазақстанда. Бұл жаңадан шығыватқан технология емес, біздің ғылымдар 50 жыл бұрын жасаған. Бірақ сол кезде Совет одағы болғаннан кейін қазақ елінің өнімдері дамымаған да. Технология болып, сол жазылып, сөйтіп қалып қойған. Осындай әдіс бар деп дәлелдеген, иә? Дәлелдеген, нақты жақсы деген солмен қалып қалған. Біз осы өзім әкем 3 балам бар, екінші балам 1 жасқа келіп, әйелім ауырып, сүті тартылып қалған кезде, енді бәріміз дейміз ғой осында, қоспаңыз дейміз. Сол кезде жақсы сүт іздеген кезде 100% ешкі сүтін маған ұсынды, айтты, осы педиатрлар айтты, осы ешкі сүтін бер деп. Мен тапқан жоқпын. Өйткені ол ана сүтіне ұқсас, иә? Ана сүтіне ең жақын сүт, оны ешкінің сүті дейді. Өйткені аллергия бермейді, гипоаллергия дейміз, өте жақсы сүт. Бірақ мен нарықта тапқан жоқпын. Не Европадан да қарадым, көрші мемлекеттен қарап, мен осы ешкі сүтін 100% ешкі сүтінен жасалынатын өнім тапқан жоқпын. Основа дейді ғой, қоспасы бар, дәрумендер қосылған, сүттер өте көп жасап жатқан, бірақ ешкі сүті жоқ. Сол кезде ой келді. Неғып осы қиын, енді бала үшін қандай қымбат болса да ешкі сүтін алады. Бала күнде дүниеге келіп жатыр. Иә, сүт ішетін уақыты бір 2 жасқа дейін ғой. Ол кезде біз саумал жасайтынбыз. Саумалды кептіріп, капсулаға салып, уже 3-4 жыл тәжірибеміз болды. Сонымен ешкі Занинский порода деген болады. Осы сүтті 6 литрға дейін күніге сүт береді. Өте көп. Өте көп, иә, жақсы. Соны 200 ешкіні сатып алып, осы көрдік. 2 жыл осыны зерттедік. Бұл өзі нәзік жануар екен, жылқыға қарағанда. Стауда қиын, сауғанда өте қиын жануар екен осы ешкіміз. 2 жыл біз бұны зерттеп, ғылыми одақты осы Қазақстан мемлекетте заң ретінде тіркеп. Ол Занин ешкілерін қайдан алдыңыздар? Негізі отаны қай жақтан екен? Негізі ол Европадан келеді, бірақ біз оны көрші мемлекеттен де алдық. Соң Қазақстанның ішінен жинап алдық. Бізде бұл ешкіге келетін болсақ, көп шаруашылықтар 10, 20, 50 ешкіден ұстайды. Сыр жасайды көбісі. Құрт жасайды, майран жасайды, сонда ірімшігін жасайды. Бірақ сиырдың сүті, жылқының сүті сияқты бұл дамымаған да. Ананда күніге 10 тонна, 100 тонна деген жинай алмайды, ешкім жинай алмайды. 2 жыл осыны нарыққа шығара алмадық. Өйткені ешкіні жинаймыз. Бұл ешкіні бағана айттым ғой, нәзік жануар болғаннан кейін осы Астанадан сатып алып Алматыға апарсақ, стресс алып өліп қалады ешкі.
Жерсінбейді. өте қиын, карантины бар, өте қиын. Сол кішкене тәжірибе жинап 2 жыл осыны көріп, бірақ кептіргеннен кейін кішкентай балаларға берсек, бала тез қабылдайды. Бұл ешкі сүтін ішкен кезде тез салмақ қосады. Содан кейін қатты ауырып жатқан балалар болады, ДЦП, аутизм, анандай үлкен дәреттер қиын болады балалар. Сол ешкінің сүтін ішсе, 2-3 күннің ішінде үлкен дәреті реттеледі, тәбеті ашылады, жақсы салмақ қосады. Сол кезде енді өз балаларымызға енді әр өнім жасаған кезде біз бірінші өзіміз көреміз, балашаға береміз, көршімізге береміз. Нақты зерттеуді толық өткеннен кейін, 2 жылдың ішінде осы биыл жазда ғана осыны арқа шығарып отырмыз. Түсінікті. Биыл 1 маусым балаларды қорғау күнінің қарсаңында шығарылған екен. Сіз магазинге барып, көрші дүкендерге барып, осы ешкі қосылған балаларға арналған тағамды алып, мына құрамын өзіңіз оқып көріңіз. Салыстырыңыз. Құрамы деген оқысаңыз, пальмовый масло бар, рапсовый масло, растительное масло дейді. Стабилизация, дәмі қосылған, бірдеңке қосылған. Мен ананы оқыған кезде балама беруге қорықтым да. Енді қалай бересің ондай сүтті? Көп ата-ана тек жалпы сүт емес, кез келген балаларға арналған тағам түрлерін сыртын оқымаймыз. Бізге жарнамасы өтсе болды, иә? Жарнамамен өтеді. Ол пюресі бар, шырыны бар, басқасы бар. Есіңе бізде қазақ елінде мынандай тағы бар. Біз өзіміз ұлттық өнімді шығарған кезде, өзім қазақпыз ғой, ең қиын қазақтарды сендіру. Өйткені басқа Жапония, Корея. Өте жақсы. Мына бір инстаграмды қарайды, қасында отырған педиатр тыңдамайды, интернеттен оқиды. Бір сайттардан дәрумен алып келеді, өйткені Швейцария деген. Біздің көп жас келіндер Швейцария, Америка десе, солған бір гарантия качество сияқты да, бір кепіл сияқты. Біз жасап жатқан Қазақстанның өнімдері көрші мемлекеттер талап алып кетеді. Сұраныс бар ма? Сұраныс өте көп. Біз жақында Анкараға барып, түрк мемлекетімен келісімшарт жасадық. Түрк мемлекет өте көп сұраныс болып жатыр. Біздің Қазақстанның өнімдері ең көп сұраныс Қытай мемлекетінен. Өйткені бізде табиғи өнім. Бізде табиғи. Олар келеді да, біздің етті жесе де, сүтімізді қараса да. Біз әлі химия қосып үйренбегенбіз да, біз таза өнім жасаймыз. Сол үшін біз жасап жатқанда, біз саумалды да бастаған кезде сондай болды әдіс. Саумалды шығарған кезде капсула ретінде бәрі жазады. Саумал мен ішкім келсе, мен жайлауға барамда, саумал ішем, ішкім бармайды. Біздің енді қазақ елінде бір 13 миллион қазақ бар шығамыз, 20 миллион ішінде. Сол 13 миллионның 10 миллионы өмір бойы саумал ішіп көрген жоқ. Дәмін татып көрген жоқ дейсіз? Дәмін татып көрген жоқ. Қымызды ішеміз, тойда ішеміз, шұбатты білеміз, саумалдың дәмін білмейді. Бірақ диванда жатып, қанша 5 жыл жасап жатқан еңбекті ұсынып отырсаң, мен керек болса мен ішем дейді. Бірақ сол кезде бір көрші мемлекеттің, Европаның магний болсын, кальций болсын, соны сатып алады да ішеді. 2-3 есе арзан. Біз саумалды, осы ешкі сүті бар, осы ұлттық өнімдеріміз ғой, осыны зерттеген кезде саумал 34 дәруменді алмастырылады. Ешкі сүтінде бір 50 дәрумен бар. Балаға қосымша берудің қажеті жоқ. Иммунитетті көтереді. Біз бұны дәлелдей аламыз. Әр біздің тұтынушымыз алып, любой лабораторияға өткізіп, несін алады да, протокол испытания дейміз. Оны 15 күннің ішінде шығады. Ішінде қанша дәрумендер бар, қанша аминоқышқылдар бар, майлығы бар. Ол өте пайдалы да біздің. Мереке Икрамханқызы, енді сіз педиатрсыз, алдыңызға балаларын алып аналар келеді. Атопиялық дерматит болады, аллергия болады, иә? Бұндай кезде тіпті жаңағы езбе сүт, қазір көп аналар емізгісі де келмейді. Дене пішін сақтап қалам деген секілді. Біреулерде сүт болмай жатады. Гипоаллергенді езбе сүттер іздеп келеді. Бұл өте актуальный сұрақ. Қазіргі таңда біздің ата-аналар, жалпы аналар өзіңіз айтқандай сүттің құнарлығын, ана сүтінің қаншалықты пайдалы екенін білмейді. Сол себептен де роддомға барған кезде қосымша сүтті өздерімен бірге алып барады. Дайындалып барады дейсіз ғой, бірден. Егер де оларда білім болатын болса, өз сүтін ешбір сүт алмастыра алмайтынын, оның балаға қаншалықты пайдалы екенін, екеуінің арасында қаншалықты контакт құрылатынын, және де баланың болашақ өміріне, мысалы кішкентай шыбықты өсірсеңіз, о баста
қалай кетеді діңгегі, өскенде ол сол сапалы болады ғой, бала да сол сияқты. О баста баланың тамақтануы қалай болады, анасының сүтін қаншалықты емеді, 6 айға дейін тек қана ана сүтін ему керек. Солай баланың иммунитеті болашақта сау болып қалыптасып кетеді. Ең бастысы иммунитет. Ең бастысы иммунитет. Бірақ біздің көптеген аналардың, әсіресе қазіргі жас аналардың білім, ол тұрғыдан білім алмауының нәтижесінде әртүрлі жаңа айтып кеткендей, әртүрлі жарнамаларға сүйене отырып, сүттердің құрамын зерттемейді де, қарамайды да. Яғни қараңыз, гипоаллергенный деп дұрыс айтып кеттіңіз, кез келген сүт өнімінде олардың түрлері бар. Пепти, гипоаллергенный, пищевой комфорт деп айтамыз, әртүрлі, яғни баланың іші қатып қалған жағдайда алдын алу мақсатында, балада аллергиялық реакция болатын болса алдын алу мақсатында деген болады. Бірақ мен сізге айтайын, 99% аналар смес берер алдын, яғни қосымша сүт берер алдын дәрігермен ақылдаспайды. Ол баланың жағдайын толық баяндамайды, қандай сүт өнімін алуым керек деген сұрақты қозғамайды. Құрбысы берген сүтті бере қояды. Көрші қандай сүт бер деді, енесі қандай сүт бер деп айтты, және де Инстаграмнан қандай жарнама өтімді болды, сол сүтті алып балаға эксперимент жасап көреді, былайша айтқан кезде. Қазір менің практикамда үй жағдайында атопиялық дерматитпен зардап шегіп отқан балалар өте көп күннен күнге көбейіп келе жатыр. Яғни балалардың бет ауыздарының барлығы қызарып кетуі, яғни атопиялық дерматиттің бізде младенческий формасы деп айтамыз, яғни сәбилік кезеңі. Ол кезде балаларда бұны көп ата-аналар түсінбейді. Егер де баланың бетіне, шынтақтарына қызарған бөртпелер шығып бастаса, бұл терлік тұрғыдан қарамау керек. Ол баланың ішектік, яғни ас қорыту жолдары түгелдей бұзылып жатыр деген сөз. Мысалы, жаңадан туылған балада орталық жүйке жүйе дамымаған. Оларда ішкі құрылыс толық әлі жетілмеген, бауыр әлі өспеген, ферменттер әлі бөлінбеген. Ал біз оны түсінбейміз. Біз рекламаға сүйене отырып, ауыр жаңағы сиыр сүттерінен бастап қолданып бастаймыз. Сосын отырамыз, педиатр келгенде, неге менің баламда атопиялық дерматит деп түрлі гормональды препараттарды қолданып бастап кетеді. Ең біздің аналардың жауап беретін, мен кәмпит, варенье жеп қойып едім, содан болар дейді, жүре береді. Ал біз бұл тұрғыда жаңа айтқандай аналардың сауаттылығын арттыруымыз керек. Ең бірінші кезекте оларға ешкі сүтінің, сиыр сүтінің айырмашылығын айтып түсіндіруіміз керек. Жалпы табиғи жағдайда біз сүт болмаса сиырдың сүтін, енді ауылда өскесін балаларға сиырдың сүтін береді. Ең аллергия тудыратын өнімдердің бірі сиыр сүті. Енді ешкі мен сиыр сүтін салыстырып айтып берейік. Ешкі мен сиыр сүтін салыстырған кезде біздегі қазір басты проблема болып тұрған, ол балаларда атопиялық дерматиттің болғанын қаламаймыз. Балалардың иммунитетінің мықты болғанын қалаймыз. Ас қорыту жолдарының қызметі бұзылмағанын қалаймыз. Яғни бұл жерде сиыр сүті ешкі сүтіне қарағанда балаға ауыр. Неге? Себебі оның құрамына байланысты, яғни екеуі де бөлшектелінген белоктар ғой, былай қарап тұрсаңыз, ақуыздар. Құрамына қарай, казеинге қарай ажыратамыз. Қазір смес ішкен балалардың ішінде, осы әсіресе сиыр өнімін қолданған сиырдың смесін балаларда іштің қатуы, іштің кебуі, балалардың шырылдап жылауы, үлкен дәретке шықпауының нәтижесі болып жатады. Ал ешкі сүтінің бір ерекшелігі, енді ананың сүтін ешбір сүт ауыстыра алмайды, 100% ауыстыра алмайды. Бірақ ана сүтіне ұқсатылып жасалынған бізде бірінші кезектегі ол ешкі сүті. Ең жақыны. Ол аллергиялық реакция тудыру қауіптілігі төмен, яғни аллергиялық реакция шақырмауы да мүмкін. Балалар өте тез сіңімді қабылдайды, және де жаңа дұрыс айта кетті, балаларға салмақ қостыру жағынан деп. Қазір бізде уақытынан ерте туылып қалған балалар көп. Яғни недоношенный балалар дейміз ғой, ол балаларға белгілі бір себептермен реанимацияда жатады, мысалы, анасының сүтін емуге мүлдем кері көрсеткіш болады. Сондай жағдайда менің өз практикамда болды, кәдімгі сиыр сүтінен жасалған сместі ішкен балаларда іш қатулар көп болды. Мүлдем өз еркімен үлкен дәретке шыға алмайды, даже желді де шығара алмайды, балалар қатты қиналды, салмақ қоса алмайды. Бірақ аналар оны ешкі сүтіне ауыстырған кезде біз жаңағы жоғарыда аталған симптомдардың уже басыла бастағанын байқадық. Сіз енді өзіңіздің ұлыңызға сүт іздеп осы дүниені өмірге әкелдіңіз. 2 жыл уақыт өтті. Осы 2 жыл аралықта сіздің балаңыз не ішті? Қазір жағдай қалай? Денсаулығы дұрыс па бәрі? Жақсы. Енді ол бала ауырған жоқ қой, ол әйелім ауырғаннан кейін емшектен шығарып тастады. Ол баланы соқ бердік. Енді нарықта барын бердік. Жақсын іздедік, барын бердік. Енді ол біз жастан асқаннан кейін уже қосып тамақ бердік. Қазір бізді көріп отырған көрермендер жақсы бұл сәбилерге арналған езбе сүт деп ойлауы мүмкін. Бірақ мен жаңа сыртын оқыған кезде тек қана сәбилер емес, жалпы кез келген адам иммунитетін көтеру үшін қолдануға болатын өнім деп тұр.
бізге де ересектерге тұтынуға бола ма? Жүкті әйелдерге де болады, иә? Бұл гемоглобинді өте жақсы көтереді. Анемия кезінде темірі бар. Қазір біздің балалардың 90%-ында анемия. Өзімізде балаларымызға тамақ жегізе алмаймыз. Әсіресе ет өнімдерін пісіріп жатсаң, ненің иісі шығып жатыр деп. Көп болса тауықтың етін жейді, ол тауықтың еті де керемет 100% табиғи емес қой енді, иә? Фермада өскен. Анемия бар балаларға жалпы күнделікті тұтыну мөлшерін айтасыз ба? Бұл жерде бір құтыда 400 грамм бар. 400 грамм. Қосымша тамақ ретінде бұл бір айға жетеді. Балалар бөлінеді ғой бізде, аралас тамақтанатын балалар, жасанды тамақтанатын балалар. 6 айға дейін жаңа белгілі бір себептермен анасының сүті азайып кеткен жағдайда, еміз алмай көп аналар босанғаннан кейін стресске түседі, оның өз сүті тарылтады. Сол кезде бұл өнімді біз аз мөлшерден ұсынамыз, себебі анасының сүті тартылып кетпеу керек толықтай. Бала 6 айға дейін 70-80% анасының сүтінде қалу керек, бұл қосымша өнім болып кетеді. Ал одан кейін бала 6 айға толғанның өзінде біз санын бірден арттырып анасының сүтінен арылтпаймыз. Ол кезде көлем жағын үлкейтеміз, бірақ бала бәрібір де ана сүтінде қалады, одан бөлек түрлі тағамдарды уже қосып бастаймыз айына сай. Түсінікті. Оны сұрап отырған себебім сыртына қараған кезде жаңағы тек қана балалар ішетін дүние секілді көрініп тұр да, енді кішкентай лақтың суреті бар. Бұны мысалы ертең дәріханада немесе дүкен сөрелерінде тұрса, кішкентай балаларға арналған өнім екен ғой деп өтіп кетуіміз мүмкін. Сондықтан сұрап отырмын үлкендерге, ересектерге, мектеп жасындағы балаларға. Дұрыс айтасыз, ең бастысы біздің тұтынушылар сатып алған кезде, көп өнім алған кезде оқымайды. Оқымайды, иә. Бұлар сіз айтқандай сыртынан қарайды да, шешім қабылдайды, балаларға арналған. Біз бұны тіркеген кезде де балаларға арналған деп бұны тіркеген жоқпыз. Біз спецпитание дейді. Арнайы тамақтану. Бұл арнайы тағам, арнайы осы қосымша адамдарға керек тағам. Осы қосымша ретінде, бұл үлкендерге кішкентай. Біз неғып осындай дизайн жасадық, өйткені бізде енді біздің қауымда ешкі сүті десе, бәрі кішкентай балалар деп қабылдайды, үлкендер ішпейді. Келесі партияның сыртын өзгертейік, кішкентай бала, одан кейін ересек, одан кейін анасы, әжесі, атасы бәрі бір отбасы болып отырған секілді. Отбасылық деп. Бұл жерде жаңа жақсы қозғап кеттіңіз ғой. Қазіргі балалардың барлығында анемия деп. Негізі о баста барлық нәрсе ананың жатыр ішінде басталады ғой, дені сау бала тулу деген. Сондықтан жүктілікке дайындалу барысы өте маңызды, Жаңа қосымша айта кетейін дегенім, бұны жүктілікті жоспарлап жүрген әйелдер ішіп бастаса болады, Ер азаматпен бірге, екеуі бірге ішіп бастаса болады. Үйлендік, анализдерді тапсырдық. Иммунитетті толық көтеру мақсатында, жетпей жатқан витаминдерді, минералдарды толықтыру мақсатында анемиясын толық емдеп барып көтеру керек. Медицинада айтылады, анемиямен көтерген ол қылмыс дейді. Өйткені енді жалпы айтылатын жаргон сөз ғой, ол болашақта анемия, яғни жиі ауыратын баланы дүниеге әкелуі мүмкін деген сөз. Сондықтан да дайындық барысында ішуге де болады деп ойлаймын. Ішінде кішкентай ойыншығы да бар екен. Балалар ашқан кезде қуанып қалатындай, Кәдімгі езбе сүт, мінекей, осындай ұнтақ тәріздес, сырты қатты. Өте жақсы жабылған екен. Сіз ашып көрдіңіз, Мереке Икрамханқызы. Сіздің де кішкентай бөпеңіз бар. Қазір қанша айлық? 8 ай боламыз. Үйге барғасын беріп көресіз. Міндетті түрде. Сосын өзіңіздің парақшаңызда бізде оқиық. Кішкентай балаларымыз жоқ, бірақ біздің үйде ет жемейтін, уақытында ұйықтамайтын өздеріңізде қабылдасаңыздар балалар бар. Оларға езіп ішуге болады. Дәмі қандай екен, сіз айтсаңыз? Тәтті ме, қышқыл ма, қалай? Қазіргі балдар енді кез келген нәрсені өте бір кірпияз дейміз бе, біз бұрын не берсе соны ше беретін едік қой. Қазір олар иіскейді, бірінші дәмін көреді, сосын барып қабылдайды. Енді бұл табиғи зат болғаннан кейін кәдімгідей ешкінің иісі де шығады, ешкінің дәмі де, сүті шығады. Бұл дәмі өзгермейді. Сол сублимация әдісін қолданған кезде бұл сүт бірінші 45 градусқа дейін вакуумда қатады, шоковая заморозка дейміз. Бір 10 минуттың ішінде бұл шоковая заморозка қатады. Содан кейін 24 сағаттың ішінде минус 45 градустан 50 градусқа дейін су ажырайды. Сонда бәрі вакуумның ішінде су осы дәруменнен ажырайды, майлығынан ажырайды. Су ғана 90% әр сүттің ішінде, енді майлығына қарай 90-88% таза су болады. Біз суын ғана ажыратамыз да, сол кезде қаймақ ретінде құрғақ 10-15% осы порошок ретінде өз ұнтақтары қалады. Ұнтағын қайтадан езіп суға ессеңіз,
кәдімгідей жаңадан сауылған сүт болып шығады. Өйткені құрамындағы алынған судың орнына судың Суды ішіне қосасыз, ездік, и иә, сол су қайтадан болады. өзінің орнына келіп тұрды. Енді Қанша уақыт езгеннен кейін оны тұтынуға болады? Оны жылы суға езесіз да, бере бересіз. Мысалы, 1-2 күн тұрып қалса ішуге болады ма деген? Жоқ. Ол әрі езгеннен кейін ол сүт, ол табиғи сүт қой. Ашып Ол кетеді. тез ашып кетеді. Бұл міне біз көрсеткендей біріншінде 3 қабатты алюминиевый қаптасы бар. Бұл вакуумда салынады да, сол үшін осы түрінде 1 жылға дейін бұл сақталады. Бұны ашқаныңнан кейін бұл ауамен бірігеді да, араласады да, бұл ылғал жинайды өзіне. Сол кезде 1 айға дейін ғана сақталады. Сол кезде сіз ашқаннан кейін жаңадан балаға дайындаған сүтті міндетті түрде сол беру керек. Біздің әлгі әдетіміз ғой, ойбай пайдалы екен деп сатып аламыз. Содан кейін ойбай бітіп қалмасын деп анда-санда есімізге түскенде бір езіп, аузын жауып қайттан салып қоямыз. Сондықтан бұны ашылғаннан кейін тек қана 1 айдың көлемінде ішіп тастау керек. Сіз ашып оны күнде қалдырып кетсеңіз, қатты ыстықта күн сәулесі түсетін жерде қойсаңыз, бір 3-4 күннің ішінде бұл құрт болып қатып қалады. Бұл таза ғой, кәдімгідей құрт болып қатып қалады. Бізде көп тұтынушымыз Алматыдан сатып алады да, мәшинеге салып 40-50 градуста Атырауға жетеді, ашады, бұл бұзылып қапты дейді. Ол ашқаннан кейін кәдімгідей 400 грамм құрт болады. Бұл таза ғой, табиғи өнім ғой. Сосын оны суға есе ериді ме? Уже аши бастайды ғой. Түсінікті. Ашып кетті деген сөз ғой, ұнтақ түрінде ашып кетті. Ұнтақ түрінде бұл ашып кетеді. Бұл 20 градусқа дейін бұл өзгермейді. Бұл 20 градустан кейін көп ыстықта тұрса, бұл тез құртылады. Скоропортич дейміз ғой. Енді мысалы 5 литрдей сүт береді дедіңіз ешкі, оны сублимацияға кіргіздіңіз, енгіздіңіз. Сосын одан қанша грамм өнім шығады? Сіз желініп жатырған жоқсыз ба деймін, суын алып тастадыңыз я ешкінің? Жоқ, сол үшін ғой бұл анандай қымбат өнім. Өйткені біз 350 литр құйған кезде 30 килограмм ғана ұнтағын аламыз. 30 килограммнан бізде енді 70-80 ғана осындай құты шығады. Сонда қанша ешкіні ұстау керек дейсіз ғой? Негізі сіздің бизнес идеяңыз өте күшті. Ауылда ешкі шаруашылық ұстайтындар бар, бірақ шынымен де 15-20 ешкіден аспайды. Ешкім жинамайды. Өйткені мен айтып жатырмын ғой, сиырдың сүті сияқты ешкім жинамайды ол сүтті. Сосын ешкіні бағуда жаңа кірпияз, оны тарау керек. Бағу, баптау өте қиын болатын, иә? Бала кезімізде біз ешкі бағамыз десе жылайтынбыз, өйткені қой кезекке шығамыз ғой. Ешкілер тұрмайды, қойды бастап алып кетеді. Ал сіздің ешкілеріңіз қандай жайылымда жүреді, қайда жайылады, қай облыста мысалы сұрайды? Біз Алматы облысында, Райымбек ауданында. Бұл занин ешкілер, бұлар жайылмайтын ешкілер. Бұлар тұрады. Өзінің, бұлар суықты жақсы көреді да, бірақ қатты суықта ауырып қалады. Өзі нәзік жануар да сонда. Сол үшін бұлар жайған кезде өзі осындай қорада ұстаймыз ғой, қора деген кезде қазір бәрі кірнәвес деңізші, бізде кірнәвес дейтін. Оны клеткаға бөледі, клетканың ішінде өздері бір 10-15 ешкі бидей болады. Жақын жерде, даласында, тура сонда клетка ашық жерде тұрады. Бұлар қатты ыстықта шығады далаға, кішкене салқын болған кезде ішіне кіреді. Содан кейін әр клетка ашылған кезде осындай коридормен кіреді, жемін жеген кезде астынан сауады оны аппараттарына. Неше рет сауады сонда күніне? Оны 2 рет сауады. Таңертең сауады, кешкі сауады. Жаңадан сауып атқан сүт плюс 2 градусқа дейін охладитель дейтін мұздатылады. Сол кезде сүт құртылмайды. Бүкіл 200 ешкіні біз сауамыз. Сауғанша ол әрі сауылған сүт мұздатылады. Сол мұздатылғаннан кейін фильтрден өтеді, пастеризаторға барып ол қайнатылады. Қайнатылғаннан кейін қайтадан мұздатылады. Плюс 2 градусқа дейін. Өйткені бұл тез құртылатын сүт та. Содан кейін сублимацияға құйып, оны уже кеп. Сізді тыңдап отырып, мысалы, ауылда шаруашылықпен айналысатын жігіттер бар, менің де сыныптастарым бар, мал ұстайтын. Оларды да қызықтыруы мүмкін бұл тақырып. Енді төл беру жағынан лақтарды емізеді ме екен деген сұрақ туындауы мүмкін, кәдімгі мал ұстайтын адамдар. Сіз лақтарды бірінші емізіп өсіріп аласыз ба? Жоқ әлде ажыратып жіберіп сауасыз ба? Жоқ, оны бірінші 1 айға дейін оны лақ көтерілу үшін оны лақты қосады. Бұлар тез көтеріледі. Бұл осы занин ешкілер 8 айдан кейін уже теке қоса береді.
бір жылда 4 рет түлік береді, солай ма? Жоқ, бұлар бір рет береді, өйткені бұлар 10 ай сауылады. Бұл ет жинамайды, өзі бір біздің қазақи ешкілер сияқты емес, май жинамайды, ет жинамайды, арық жүре береді. Бірақ күніге 2 рет сауылады да 6 литрға дейін сүт береді. Бұлар сүтті. Бізде аналар бір-бірімізге әзілдейміз, ол өзі арық болса да сүті көп депші бір-бірімізді. Сол сияқты болып тұр. Мереке Икрамхан қызы. Қазір балаларда атопиялық дерматит бар, аллергия бар, тағамға, өсімдікке, үй жануарларына иммунитет әлсіз дедік. Тағы да енді 1 жастан 2 жасқа дейінгі балалардың жиі кездесетін ауруларын айттық. Одан ересек жас жеткіншек балалар қазір ата-анасын көп тыңдай қоймайтын, өзім білем дейтін кезеңде жүреді. Физиологиялық жағынан қыздарда өзгерістер басталып жатады. Бұл кезде де анемия жиі кездеседі. Иммунитетті қалай көтереміз? Барлығының сұрайтын сұрағы осы. Иммунитетті қалай көтереміз дегенде, біздің ас қорыту жолымыз қаншалықты дұрыс жұмыс жасап тұратын болса, біздің иммунитетімізде соғұрлым дұрыс жұмыс жасап тұрады. Жалпы иммунитетті көтеру деген бұл үлкен комплексный жұмыс. Бір ғана препаратпен, бір ғана затпен иммунитетті көтере алмаймыз. Яғни дәрі жоқ дейсіз ғой ондай. Арнайы ешқандай дәрі жоқ. Күнделікті өзімізбен жұмыс жасаймыз. Ол деген ұйқының уақытылы болуы, тамақтанудың дұрыс болуы, тек тамақтанғанда ол жерде тәтті өнімдердің, ұнды өнімдердің аз болуы, клетчаткалардың көп болуы, яғни бізге пайдалы өнімдерді көп қолдану, ағзаға жетпей жатқан дәрумендерді толықтыру, арнайы тексерістерден өтіп тұру. Жаңа өзіңіз дұрыс айтып кеттіңіз, яғни 14 жастан жоғары балаларды біз жасөспірім балалар деп айтамыз. 14 жасқа дейін ол бізде балалар болып есептелінеді. Енді әр кезеңнің өзінің ағзаның кальцийді қажет ететін кезеңі, темір препараттарын қажет ететін кезеңдер болады. Мысалы, 1 жасқа дейін балалар ол максималды тұрғыда өседі. Бала килограммдап қосады, 2 сантиметрлеп өседі алғашқы кездерде. Сол кездерде, яғни біздің сүйектерімізде өсіп жатыр, бұлшықеттерде өсіп жатыр, соғұрлым минералды, витаминді организм сұрайды. Ал жасөспірім кезеңде қалай болады? Ол кезде өзіңіз айтқандай біздің қажетті ер балаларға тән, қыз балаларға тән гормоналды өзгерістер болады, яғни өз ерекшелігін тауып жатыр. Сол кезде бұл жерде мен айтар едім, иммунитеттің төмен болуына көп әсер ететін ол дұрыс тамақтанбау, өт жолдарының бұзылуы, ішекте пайдалы микрофлоралардың азайып кетуі, немесе балалардың жиі ауырып қалуы. Яғни балалар бізде мұздай салқынды іше салуы мүмкін, сырттан кола өнімдерін ішуі мүмкін, бургер жей салуы мүмкін. Олардың құнарлылығы өте жоқ деп айтуға болады, ал зияны көп деп айтуға болады. Яғни бұндай балаларда бізде ас қорыту жолы толықтай бұзылып жатқан балалар. Мысалы, егер де осындай балаларды анализден өткізетін болсаңыз, міндетті түрде темір тапшылықты, фолий тапшылықты, анемияны табасыз, және де өт жолдарын УЗИге түсіру арқылы өттерінің қисайғандығын, өттерінің дұрыс тамбай тұрғандығын анықтауға болады. Бұндай жағдайда балалармен күнделікті ата-аналар жұмыс жасау керек. Жаңа дұрыс тамақтануынан бастап, ағзаға жетпей жатқан витаминдерді, минералдарды әртүрлі, яғни өнімдермен, егер де көрсеткіш болса, яғни қатты анализде өзгерістер болмаса, құрамы железаға бай, құрамы кальцийға бай, тағамдарды беруге болады. Біз енді балаларымызға жаңа пайдалы дұрыс тағамды жегізе алмаған ата-аналар көбінесе дәріханаға, жалпы жарнамадағы барлық дәрумен түрлерін топырлатып сатып аламыз да береміз. Бұл ағзаға, асқазан, бауырға зиян болуы мүмкін бе, тигізуі мүмкін бе? Бұл толықтай ағзаға зиян болады, және де ақшаны ауаға шашқанмен бірдей болады. Жаңа да айттым ғой, егер де біздің ас қорыту жолымыз дұрыс жұмыс жасап тұрмаса, сіздің берген біздің күнделікті жыл бойына үзбей ішу керек витамин D-ның өзі, майда сіңетін, сіңбейді организмге, ол кіреді, шығып кетеді, ешқандай ағзаларға жетіп үлгермейді. Қазір мысалы емге адамдар былай ақша құртады. Ас қорыту жолын бірінші тазалайды, оның өзіне әжептәуір ақша кетеді. Сосын паразиттерді құртады дейсіз ғой. Тазалайды, өзіміздің ағзамызда өмір сүріп жатқан паразиттердің деңгейінде түсіріп жібереді. Жаңағы қанша тазартуға ақша құртады, одан бөлек оны толтыруға дәрумендерге ақша құртады. Қазір кем дегенде витамин D-ның өзі мысалы балаларға арналған 3,5 теңге тұрады. Яғни бұл жерде ата-аналар ақшаны, қаражатты босқа кетіріп те алуы мүмкін да, себебі ол ас қорыту жолын қалыпқа келтіруге бір шығындалады, одан оны толықтыруға бір шығындалады. Ал ешкі сүті болсын, сау малдың ерекшелігі 2 в 1 деп айтады ғой, яғни ол өтті тазалай да береді, ішектегі пайдалы микрофлораларды өсіре береді. Сол қызметін атқарып болғаннан кейін белгілі бір күнге жеткен кезде ол жаңағы жетпей жатқан құрамдағы железасын, кальцийін, магнийін керек органдарға жеткізіп береді. Яғни сіз бір өнімді қабылдау арқылы
ағзаңызды бірінші тазартып та аласыз, қажетті минерал витаминдерге толықтырып аласыз. Ал мысалы бөлек сатып алған адамдар қалай істейді? Тазалап болады да ақша жетпей қалады. Сөйтеді да, екі айдан кейін қалады. Ана дәріге ақша жинап алайын дейді, сол сөйтіп жүргенде жарты жыл өтіп кетеді арада. Ал ағза қайтадан уланып бастайды. Қайтадан өт жолдары толып қалады, қайтадан ішектің микрофлорасы бұзылады. Сондықтан да бір өнімді таңдаған дұрыс болады. Табиғи өнім. Сыртында енді қазақша жазылған, жалпы күшейтетін иммуностимулятор ретінде ұсынылады. Аллергияға, анемияға көмектеседі. Холестерин алмасуына оң әсер етеді. Бауыр мен ұйқы безінің созылмалы аурулардың жағдайын жақсартады. Асқазан сөлінің қышқылдығын төмендетеді. Дисбактериоздан арылуға көмектеседі. Қандағы қант деңгейін төмендетеді. Сүйектерді нығайтады. Жалпы сауығуды, сүйектерді сынған кезде оның біріктіруін тездетеді. Дәрумендерге, минералдарға, амин қышқылдарына бай дейді. Осыны оқып отырған кезде біздің оқырмандар, мынау менікі ғой, мынау менікі деген сияқты. Бізде топтастырылған дүниелер өте көп. Қазір мені де тексерсе де, менде анемия, иммунитеттің төмендеуі шығуы мүмкін, иә? Сондықтан ешкі сүтін балалардан бастап ересектерге күніне қанша мөлшерде ішеміз, соны айтып кетсеңіз, Болат Бейсенғалиұлы. Жалпы иммунитетті көтеретін? Енді жалпы иммунитетті көтеру үшін, енді оны дәрігерлер нақты айтады ғой, біз енді өндіруші болғаннан кейін біз өнімді жасап, осы дәрігерлердің қолдарына береміз. Оны жасаған кезде зерттеуден өтеміз, ішіндегі 100 граммға қанша дәрумен болады, соған қаратай уже дәрігерлер оны қоспа ретінде, дәрі ретінде ұсынады. Енді кішкентай балаларға, бағана айтып кеттіңіз ғой, 1 жасқа дейін ол анасымен, сүтімен 20-30% араластырады. Енді біз дінде, Құранда да жазылған ғой, ана баласын толық 2 жасқа дейін ақысын беру керек. Оны емізу керек 2 жасқа дейін. Сол үшін кішкентай балаларға 2 жасқа дейін бұл енді таптырмас өнім да. 2 жастан енді 10 жасқа дейін оны күніге бір уақыт бұны енді таңертең су ішкеннен кейін, тоқ қарынға бәрібір. Ол бәрібір. Таңертең ішесі бар, кешке жақын. Үлкендер енді күніге, менің ойымша, күніге бір 2 уақыт ішсе, бұл өте абзал болады. Франшизаңыз бар ма? Сізбен бірге серіктес болып жұмыс істегісі келетін көрермендер, оқырмандар табылып қалуы мүмкін, басқа өңірден, иә? Енді біз биыл үлкен заводты жоспарлап отырмыз. Өйткені бірінші біз осы ешкіні, жануарды осы көбейте аламыз баға деп. Осыны қалай көбейтеміз? Өте қиын да. Заводта сатып алып, қойып, қосу өте жеңіл. Аппаратты қосу жеңіл, ешкіні бағу қиын болып тұр, иә? Бағу қиын. Сол кезде біз үлкен завод жасаған кезде, енді өзіміз жоспар бойынша, сіз бағана айтып кеткендей, көрші ауылдардан, жақын жерден енді бұл сүт тез құртылады ғой. Сол үшін біз алыс жерден сүтті жинай алмаймыз. Жақын жерден, заводтың 100 шақырым жерден шаруашылықтар, елдер ашам сүт өткізем десе, оларды біз қолдаймыз. Күніге біз сүтті қабылдасақ, енді қазір біз қабылдап жатқан жоқпыз, өзіміз сауып өндіріп жатырмыз. Бірақ сол ешкінің сіз өсіретін тұқымы болу керек міндетті түрде. Міндетті түрде. Өйткені ол пайдалы болмайды. Біздің қазақи ешкілер онда сүт бермейді. Айырмашылығы сода, иә? Енді ол қазақи ешкіні заузап күніне бірақ кесе беретін шығар. Оны тиімді болмайды да елдерге. Түсінікті. Тапсырыс беру үшін не істейді, қайдан алады? Тапсырыс беру үшін тіркелген телефон бар. Телефон арқылы қазір экранда төмен жағында жазыласыздар. Сол телефон арқылы елдер звондайды. Біз бұны көп тұтынушымыз сұрайды, неғып аптекаға қоймайсыздар? Енді біз күніге өте аз жасаймыз да. Енді ойлаңыз, бір күнде жасаған кезде 90-100 банка жасаймыз, бізде 2-3 оборудованияда 200-300 құты ғана күніге жасаймыз. Ол шығарып үлгермейді, біз оны адамдар бұны алып кетеді. Қазір сізде жаңа көтерме сауда деген жоқ, кім сұрайды, соның барлығына береміз. Бізде жеткізу тегін, Қазақстан бойы біз жеткіземіз. Бір құтын алама, үшеуін алама, бүкіл Қазақстан, әр қалаға, әр ауылға дейін біз тегін жеткіземіз. Нөмір 1 бірегей отандық өнім. Неміс технологиясымен ешкі сүтінен дайындалған арнайы тағам. Neo Goat Milk. Теңдессіз, жоғары сапа, 100% табиғи. Құнарлығы ана сүтімен пара-пар. Neo Goat Milk. Сіздің жақындарыңыз үшін
ерекше ықыласпен дайындалған. Біздің енді шағын ғана столымыз кішкене өзгерді, өйткені біз қазір осы тәжірибемен мына құтының ішіндегі құрғақ сүтті жылы суға езіп әкелдік. Алдымен езілген ешкі сүті екеуміз бірінші рет ішейін деп отырмыз. Әлгі өнімді тамақты бірінші жейтін кезде арманыңды айтшы іштей орындалады дейтін болушы еді. Сол сияқты Мереке Крамхан қызы, сізде дәмін көріңіз, мен де дәмін көрейін, сосын жып-жылы болып тұр өзі. Кәдімгідей тұщы дәм, қанттың, тәттінің ароматизатор дейміз ғой, бір өзге бір жемістердің онда ешқандай қоспасы, иісі жоқ, кәдімгі табиғи ешкіден жаңа сауылғандай. Жаңағыда сауылғандай сүт болады. Жылы әдемі екен, жүрек келеді. Шайға қосып ішуге бола ма? Шайға да қосып ішуге болады. Көбісі енді 40-тан асқаннан кейін сиырдың сүті біздің ағзамыз қабылдамайды. Қиын қабылдайды, ауыр болады. Сол кезде өзім сиырдың сүтін кофеге қосып іше алмаймын. Біз бәріміз қазір барамыз. Осыны ешкіні бариста кофе ұстайтындарға ұсынсаңыз күшті ғой. Пайдалы ешкі сүтінен жасалған кофе деп. Дұрыс айтасыз. Бір бизнес бағытты айтып жібердіңіз. Жақсы. Болашақта бұл енді дами беретін. Енді біздің өнімнен осы балаларға арналған, үлкендерге арналған тағам шығарып береміз ғой. Енді бір айтарым, кішкене сауатты болайық, ұлттық өнімді қолдайық, ұлттық өнімді ішейік. Өйткені біз жасап жатқан өнімді химия қоспа жоқ. Негізінен біз академик Төрегелді Шарманов айтқан сөзі есімде. Өзіміз бұрыннан ата-бабамыз пайдаланып тұтынып келе жатқан өнімдерді ішсек, жесек, тұтынсақ, денсаулығымыз жақсы болады. Анау Африкадан келетін бананның құрамында дәрумен болғанмен, ол біздің генетикамызда таныс емес болғаннан кейін түсінбейді. Осы соны дұрыс, соны айттыңыз. Жақын осы 2-3 жыл қатты ауырған кезде, пандемия кезінде, біз енді дәл осы фармацевтика саласында біз тәжірибеміз көп қой, 10 жылда. Біз Индияда компания ашқанбыз, Европадан зат алып келгенбіз. Сол кезде қатты ауырған кезде вирус, пневмония болып кетті, адамдар түсінбейді. Бір жиында 20 адам жиналады, екеуі қайтыс болады, екеуі бір шүкіретті, қалғаны қатты ауруханаға болады. Сол кезде мен ойлайтын, қалай әр адамның иммунитеті? Бәрі 30-40 жастағы адамдар, біреу 2 күннен кейін кетіп қалады, жүрегі шыдамай, 5-еу реанимациядан жатады. Сол кезде мен Европаның дәрігерлеріне звондадым, Индияға звондадым, Америкаға звондадым, әке-шешеміз бар, үлкен кісілеріміз бар, өз бала-шағамыз бар. Қалай сақтанамыз деген кезде соның бәріне звондап шықтым. Сол кезде маған бір дәрігерлер айтты, болады, сендерге иммунитеттерін көтеретін, біз 7 ата дейміз ғой, сол 7-10 поколенияны, сол сен қандай тамақ жедің, сенің әкең қандай тамақ жеді, оның атасы қалай жеді, оның атасы, сол бір тағамды шығарды, сол сендерге бүкіл фермент дейміз ғой, үйренген иммунитет сендерге беретін сол тағам болады. Сол мен отырдым да ойладым, не жедік? Мен атамен біз ұсас қандай тағам жедім? Ол точно бір спирулина жеген жоқ, D3 ішкен жоқ, кальций жеген жоқ, сол атамыз ауырмай, қанша 90-100 орнына құрт жет, сүзбе жет, творог жет. Қанша мал бағып 90-100-ге дейін өмір сүрді. Сол үшін мына ұлттық тағам бізге тез сіңеді, біздің ағзамыз керек, мына 40-50 витамин сүттің ішіндегі қанша бағытта керек па витамин D-ні алады, кальций керек па кальций алады, керек жоғын шығарып тастайды. Біз шетелдік витамин ішкен кезде ол үлкен дозада, допустим, витамин D или кальций кіре ма, біздің ағзамыз соңғы тамақтан ол кальцийді алмайды. Өйткені үлкен дозаға үйреніп қалады. Анау келеді ғой. Анау келеді деп отырады. Соңғы біз күніге жеп жатқан тамақтан ол ажыратамайды. Сол кезде бізде не істейді? Адам әлсірей бастайды. Сол кезде біздің иммунитет өшіп қалады. Оны потом қайтадан қозу үшін ұйқыны, тамақты, спортты қосып, адамдар қазір қандай болды? Жалқау, ондай күніге 3-4 сағат өз-өзіне уақыт бөлмейді. Жаңа Төрегелді Шарманов ағамыздың айтқан дүниесі. Өзіңіз ата-бабаңыз бұрыннан тұтынып келатқан тағамдарды жейміз, және сіз тұратын аймақтан 300 километр радиустағы
өскен картоп, сол жерде жайылған малдың етін тұтынамыз, сол жерде жайылған малдың сүтін тұтынамыз деп, жаңағы анау басқа жақтан келетін құлпынайдан көрі, сол сіздің 300 километр радиуста өскен өзіңіздің жергілікті құлпынайыңыз анағұрлым пайдалы жаңа сіңімдірек болады. Мереке Крамханқызы, мен сүттің бәрін ішіп қойдым. Болат Бейсенғалиұлы, тәтті деп айта алмаймыз, өйткені кәдімгідей тұщы, таза, кәдімгі сүттің дәмі. Енді қанша мөлшерде, қандай деңгейде балаларға береміз? Сіз енді педиатр болғаннан кейін бірден бөтелкенің ішіндегі граммды, 200 грамм, 500 грамм бәрін көзше елестетіп, бәрін жаттап алдыңыз ғой, қалай еземіз? Қандай градустағы, температурадағы суға еземіз? Ол да маңызды шығар. Енді бұл жерде балалардың тобын бөліп қарастырамыз. Егер де бала тек қана емізулі анасының сүті жетіп тұратын болса, бірақ болады, кей балалар түнгі уақытта жаңағы бәрібірде тоймауы мүмкін, әсіресе ұл балалар, ана сүті жеткілікті болып тұрған жағдайда біз қосымша берілетін сүттің дозасын азайтамыз. Яғни кез келген нәрсе адаптациядан басталады. Баланың ағзасын дайындау керекпіз. Адаптация деген өте аз мөлшерден бастай отырып, дозаны баланың сұранысына қарай, анасының сүтінің дәрежесіне қарай өзгертіп отырамыз. Және де бұл жерде тағы да біріне уақытынан ерте туылған балалар бар, және де крупный плодтар бар, яғни крупный плодтар олар сүтті көбірек сұрайды. Ал шала туылған балалар олар көп жағдайда сүтті аз мөлшерде сұрайды. Ол ерекшелікті де ескеріп кетеміз. Яғни бірінші кезекте адаптация бастаған кезде біз балаларға 30 миллилитрден бастаймыз. Бұл стандарт 30. Бірақ көп жағдайда біздің аналар білместікпен 90-120 миллилитрден бастап кетеді. Бұл үлкен қателік. Себебі баланың, жаңа да жоғарыда айттық, бала ағзасында әлі ферменттер толық жетілмеген. Кез келген ағзаға тамақ түскен кезде біздің асқазанымызда фермент орналаспаған. Яғни ол ұйқы безден келеді, қасында жатқан ағзалардан бізге жетіп, жаңағы сүттің сіңімді болуына, керекті органдарға жетуіне қызмет атқарады. Дұрыс қой? Сол үшін де 30 миллилитрден бір реттік беріп бастаймыз. Бала оны қалай қабылдайды? Балада ешқандай бөртпелер болмайды ма? Балада коликалар болмайды ма? Баланың жалпы жағдайына қалай әсер етті? Егер жақсы әсер еткен болса, біз келесі кезекте, мысалы, 2-3 күн аралығында сұранысқа байланысты келесі доза тағы да 30 миллилитр қосылады. Яғни 30-ды таңертең берсеңіз, келесі 30-ды кешкі уақытта бересіз. Бір шама уақыт өткеннен кейін, мысалы 2 апта, 3 апта өткеннен кейін, тағы да сұранысқа қарай біз 60 миллилитрге көбейтеміз. Яғни таңертеңгі доза 60 болады, кешкі доза 60 болады. Дәл солай 30-30 көбейтіп кете береміз. 30, 60, 90, 120 болып баланың сұранысына қарай кетеді. Бұл жерде жаңа айтқанымдай 6 айға дейінгі балаларды бөлек жүктеміз, 6 айдан 1 жасқа дейінгі балаларға бөлек қараймыз. Көп жағдайда 6 айға толған балаларға біз қосымша тамақты еркін беріп бастаймыз. Яғни ол балалардың дозасы уже 120 миллилитрден бастала береді. Бала, себебі ол кезде баланың ағзасына анасынан түсетін дәрумендер жеткілікті болмайды. Бала өсіп жатыр. Өсу кезеңінде болғаннан кейін оның сүйектерінің өсуі, бұлшық еттерінің өсуі. Бұл жерде тағы бір айтатыным интеллекттің дамуы. Яғни баланың аунап бастауы, баланың ойыншықтарды ұстап бастауы, отырып бастауы, жүріп бастауы. Өкінішке орай қазіргі таңда біздің балалардың неврологиялық дамуы, интеллекттік дамуы дейміз, баяу келе жатыр. Бала 9 айға толған, әлі тістің шықпауы. 1 жасқа толған, 2 ғана тістің болуы. Бала 1 жасқа толған, әлі еңбектемейтін балаларымыз бар. Аунай алмайтын балаларымыз бар. Бірақ біздің аналар не дейді? Невропатолог бәрі жақсы деп айтты, бұл генетика деп генетикаға салып отырады. Көп жағдайда генетика емес, яғни ана сүтінің құрамына да байланысты, және де қосымша қабылдайтын сүттердің құрамына байланысты деп айтар едім. Нео өніммен маған қатты ұнағаны бұл өнімнің 100% табиғи өнім болғаны. Составын қарап шықтым. Қосымша жаңа айтып өткендей, пальма өнімдері, жаңағы витаминдер деп айтылмаған, яғни ешкі сүтін таза табиғи құрамда сақтай отырып, балаға ұсынып отыр. Бұл дегеніміз баланың интеллектінің тез дамуына тікелей әсерін тигізеді. Жалпы өзінің ағзасындағы иммунитетін көтеруге, балаларда өзімізде ересек ұл қыздарымыз жалпы отбасымызбен тұтынуға болатын ешкі өнімін туралы біраз ақпарат айттық. Достар, бұл денсаулық каналындағы кезекті сұхбатымыз. Мереке Крамханқызы, Болат Бейсенғалиұлы, жұмысыңыз жандана берсін, зауыт тезірек іске қосылсын, жаңағы ешкі бағатын, сіздің зауытқа сүт әкелетін серіктестеріңіз көп болсын, кәсіпкерлеріміз көп болсын, ұлттық өніміміз біздің ұлтымыздың денсаулығының мықты болуына өзінің септігін тигізе берсін.
Бүгінше осы. Барлық толық ақпаратты төмендегі телефон номерлері арқылы хабарласып біле аласыздар. Тапсырыс беруге, сатып алуға, тағы да білгіңіз келген дүниелер болса, біз айтпай қалған сұрақтар болса, сізді мазалайтын хабарласыңыздар. Бүгінше осы. Кездескенше аман болыңыздар. Дәмін сезіндік. Сапасының жоғары екеніне көз жеткіздік. Neo Goat Milk. Өзіңізге қымбат жандар үшін.